Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін мен Мариям. Сіздермен бүгін үй жағдайында дайын болатын компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни бұл менің енемнің компоты өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен осындай кептірген алманы жақсылап жуып аламыз. Яғни біз 40 литр компот жасайтын боламыз. Бізде компотты өте жақсы ішеміз, сол себептен көптеу жасаймыз. Оған міне сливадан саламыз, және черныйдан осындай бір кеседен салдым. Және қарақат, яғни смородинадан саламын, осындай бір кеседен. Және осы алша түсі де өте әдемі керемет болады. Және каркаде қосамыз. Бұл ерекше түс береді, және дәмі де жақсы. Және жалбыздан көп қоссаңыздар болады. Бұл пайдалы. Қараңыздар, енді бұл мен дәміне қарай қант қостым. 400 грамдай кетеді. Енді бізге 40 литрге дайындалған бұл компот. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Парақшамда осындай пайдалы, қарапайым рецепттермен жасалатын мен бөлісетін боламын. Тіркеліп алыңыздар. Қараңыздар, біздің компотымыз қайнады. Сүзіп алып ішіп көрсеңіздер болады. Яғни салқындатып ішсеңіздер болады. Енді қараңыздар, түсі де әдемі болды. Жасап көруге кеңес беремін.